Қайырлы күн, құрметті халықаралық бағдарламалар орталығының ресми парақшасының оқырмандары. Добрый день, уважаемые читатели официальной страницы Центра международных программ. Мы начинаем прямой эфир в рамках рубрики «Гайд to Болашак». Сегодня целый час на ваши вопросы будет отвечать президент Центра международных программ Айнур Багдатовна Карбозова. Друзья, я напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в комментариях, и в сессии вопрос-ответ наш спикер обязательно на них ответит. Айнур Багдатқызы, Болашақ халықаралық стипендиясын тағайындаудың негізгі ережелері туралы айтып берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің Гайд to Болашақ сұрақ-жауап сессиясына тіркеліп жатқан қазақстандық азаматтар 21 жылы Болашақ халықаралық стипендиясына құжат тапсыру конкурстық іріктеуге қызығушылық танытып жатқандарыңызға рахмет. Біз осы күндері жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында барлық әлеуметтік желілерімізде осы жаңа құжат қабылдау конкурстық іріктеу жөнінде ақпараттық науқанды бастап кеттік. Соның ішінде маңызды сіздердің назарларыңызды аударатын жаңалықтар бұл біріншіден Болашақ халықаралық стипендиясына 21 жылға құжат қабылдау осы алдағы 4 мамырда электрондық үкімет порталында басталады. Құжат қабылдау ағымдағы жылғы 28 қазанға дейін жүргізіледі. Конкурстық іріктеу 30 қарашаға дейін орын алады. Сіздердің араларыңызда осы жылға конкурстық іріктеуге қатысуға дайындалып жатқан әлеуетті үміткерлер болса, қалай дайындалу керек? Конкурстық іріктеуге қатысудың шарттары қандай? Құжат қабылдау, құжат бойынша талаптар қандай деген сұрақтарға біз бүгін егжей-тегжейлі жауап беруге тырысамыз. Ең басты екі алғышарт бұл өздеріңіз білесіздер, басымды мамандықтар тізімі мен 21 жылы оқуға ұсынылған жоғары оқу орындар тізімі. Жуырда біз бұқаралық ақпарат құралдарында 21 сәуірде Білім және ғылым министрлігінің басымды мамандықтарды бекіту және стипендияның шекті санын айқындау комиссиясымен бекітілгенін бұқаралық ақпарат құралдарында және халықаралық бағдарламалар орталығының ресми веб-сайтында жариялаған болатынбыз. Басымды мамандықтар тізімі біздің халықаралық бағдарламалар орталығының ресми веб-сайтында үміткерлерге бөлімінде көрсетілген, орналастырылған. Бұған қоса сол комиссияның шешімімен 21 жылға Болашақ бағдарламасының шеңберінде шекті стипендия саны 1055 стипендия болып айқындалды. Бұл жерде 1055 стипендияның 555-і академиялық магистратура, докторантура және медицина үшін резидентура, сонымен қатар тағылымдама категориясының тағылымдама бағдарламасы бойынша 4 санатқа, яғни педагогикалық қызметкерлер, денсаулық сақтау қызметкерлері, инженерлік техникалық және мемлекеттік қызметкерлер, осы 4 санатты қосқанда 555 стипендия бөлінсе, қалған 500 стипендиясы осы 21 жылы республикалық шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының шешімімен бекітілген жаңа тағылымдама санаты 500 ғалымдар санатына 500 стипендия бөлінді. Жалпы 21 жылға бөлінген шекті стипендия саны 1055. Тағылымдама санаттары осы жылғы 15 сәуірде шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының шешімімен 5 санат айқындалды. Олар жаңа мен атап өткен жаңа тағылымдама санаты, соның ішінде 20 жылғы 1 қыркүйекте мемлекет басшысының халыққа жолдауында алға тартылған жыл сайын 500 қазақстандық ғалымды әлемнің алдыңғы қатардағы ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өтуін қамтамасыз ету тапсырмасы шеңберінде жаңа категория, жаңа тағылымдама санаты ғалымдар, бұл бірінші санат. Екінші санат педагогикалық қызметкерлер,
Үшінші санат денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлер, төртінші санат инженерлік техникалық қызметкерлер, және бесінші санат бұл мемлекеттік қызметкерлер. Тағылымдама бағдарламасы шеңберінде, яғни құжаттар осы 5 санат өкілдеріне ұсынылады деген сөз. Сонымен қатар басымды мамандықтар тізімі жөнінде атап өтерлік маңызды өзгерістердің бірі, мазмұндық тұрғыдан сіздер біздің ресми веб-сайттың үміткерлерге бөлімінде сол тізіммен танысуларыңызға болады. Тізім құрылымы жағынан 7 негізгі мамандықтар бағытынан тұрады. Соның ішінде жаңадан қосылып жатқан бағыттар бұл инновациялар және жаңа технологиялар. Барлық технологиялық өндіріс саласындағы еліміздің нарығы үшін бағыттар өндірістік инженерия бағытында шоғырланды. Одан кейін білім беру саласы, денсаулық сақтау және медицина, одан кейін жаратылыстану ғылымдары, әлеуметтік ғылымдар және осы басымды мамандықтар тізіміне бұрынғы шығармашылық және өнер саласында болған мамандықтарды жаңа бағытқа шоғырландырған бұл креативтік индустрия бағыты. Өздеріңізге белгілі, басымды мамандықтар тізімі жыл сайын білім және ғылым министрлігі мен еңбек нарығындағы әлеуетті органның осы нысанды қажеттіліктердің орта мерзімді болжамын ескерумен жасақталады. Бұған қоса өткен жылғы 5-6 мамырда үкімет қаулысымен бекітілген іріктеу ережесіне сәйкес басымды мамандықтар шеңберінде қосымша шектеу нормасы, яғни мамандықтар бағытының сандық үйлестірілуі қарастырылған. Сондықтан біздің бірінші кеңесіміз осы алдағы құжат қабылдауға тапсыру, құжаттарыңызды тапсыру дайындығы шеңберінде ең алдымен сіздің оқуға түскен мамандықтарыңыздың осы басымды мамандықтар тізіміне сәйкестігіне көз жеткізу. Екінші алғышарт, өздеріңіз білесіздер, бұл болашақ шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орындар тізімі. Бұл тізім осы күндері өзінің ішкі мемлекеттік органаралық мақұлдауын тамамдауда, сондықтан жуырда осы күндері жарияланатын болады. Жалпы сіздерге бағдар ретінде беретін ақпарат бұл тізім жобасына 27 елдің 207 жоғары оқу орны енді. Оларды іріктеудегі тізімге енгізудегі басшылыққа алынған критерий жоғары оқу орнының әлемнің алдыңғы қатардағы 3 академиялық рейтингісі, соның ішінде QS, Times, Academic Ranking of the World Universities. Осы 3 рейтингтің кемінде екеуінің алдыңғы қатардағы 250-лігінде, топ 250-інде болу шарты. Және екінші басшылыққа алынған критерий бұл әрине тізімге енген жоғары оқу орындардың басымды мамандықтар тізіміне енген мамандықтар бойынша дайындықта көшбасшылық мәртебесі. Осы екі бағдар бойынша қолдарыңыздағы шартсыз хат берілген жоғары оқу орнының тізімде болу-болмау ықтималдығына бойынша сіздер болжамдай аласыздар. Жалпы осы жаңа мен сілтеме жасаған өткен жылғы 6 мамырда үкімет қаулысымен бекітілген болашақ халықаралық стипендиясына үміткерлерді іріктеу ережесіне сәйкес үміткерлерге қойылатын басты талап бұл басымды мамандықтар тізіміне енген мамандық бойынша және болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орнына шартсыз негізде өз бетімен түскен үміткер болу. Жалғыз ғана ерекше шартпен конкурстық іріктеуге қатысатын үміткерлер санаты бұл ауылдық мекендерден келген үміткерлер
тек осы үміткерлер санатына ғана конкурстық іріктеуді сәтті өтіп стипендия иегері атанған жағдайда академиялық оқуына дейін еліміздің аумағында 6 айға дейін алдын ала тілдік дайындығы ұйымдастырылады. Осы жалпы міне алдағы құжат қабылдау конкурстық іріктеу бойынша негізгі ақпарат. Сонымен қатар пандемияның жаппай жалғасу жағдайында құжат қабылдау және конкурстық іріктеу толық автоматтандырылған. Құжат қабылдау электрондық үкімет порталы арқылы жүзеге асырылады, ал құжаттарының талаптарға сәйкестігі толық расталған үміткерлер конкурстық іріктеуге жолдама алғаннан кейін олар біздің ресми веб-сайтта жеке кабинетіне кілт алып арнайы іріктеу порталына жолдама алды. Яғни іріктеу кезеңдері толық онлайн форматында өтеді. Ол жөнінде де мен қазір сіздермен сұрақ жауап сессиясында толыққанды ақпарат беруге тырысамын. Сұрақтарыңызға? Айнур Багдатовна, наши читатели просят кратко основные правила озвучить на русском языке. Правила отбора или в целом? В целом правила присуждения международной стипендии. Да. Значит, в 2021 году прием документов начинается 4 мая. Он будет осуществляться до 28 октября. Конкурсный отбор будет проходить до 30 ноября. Прием, отбор полностью автоматизированы. С 2020 года в соответствии с новыми правилами отбора претендентов на присуждение международной стипендии «Булашак», утвержденных постановлением правительства, прием документов осуществляется только через портал электронного правительства. По новым правилам основным требованием к претенденту в соответствии с новыми правилами с 2020 года является быть самостоятельно поступившим по специальности, вошедшей в перечень приоритетных специальностей, вуз из списка рекомендуемых вузов для обучения в рамках программы «Булашак». Единственная категория, которая участвует в конкурсном отборе с особыми условиями участия, это претенденты из сельских местностей. И только для этой категории претендентов при успешном прохождении конкурсного отбора и присуждении стипендий предоставляется возможность 6-месячной предварительной языковой подготовки на территории Республики Казахстан до направления на академическое обучение. В этом году предельное количество стипендий, выделенное, составляет 1055 стипендий. 555 стипендий выделяется на академические программы магистратура, докторантура и для медицины резидентура, и 4 категорий программы стажировок, таких как педагогические работники, работники в сфере здравоохранения, инженерно-технические работники и государственные служащие. И 500 стипендий выделяется в этом году в рамках программы «Булашак» в целях реализации поручения главы государства, данного в послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года по организации стажировок 500 казахстанским ученым ежегодно в ведущих научных центрах мира. То есть предельное количество на 2021 год 1055. Категории стажировок решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом от 15 апреля определены следующие 5 категорий. Это категория ученые, которые я со ссылкой на поручение главы государства отметила. Вторая категория – педагогические работники. Третья категория – работники в сфере здравоохранения и работники инженерно-технического направления и государственные служащие. Я думаю, что это основная информация. В целом
все требования остаются такими же, то есть с 2020 года требования к документам, к участию в конкурсном отборе не менялись, они соответствуют новым правилам отбора претендентов на присуждение международной стипендии «Булашак», утвержденных постановлением правительства от 6 мая 2020 года. Они также размещены на сайте Центра международных программ в разделе «Претенденту». Там же размещены перечень приоритетных специальностей и все необходимые данные для тех, кто потенциально готовится к участию в конкурсном отборе 2021 года. Я думаю, что мы можем приступить к сессии вопросов-ответов. Я, в принципе, постаралась основные требования, условия до вас довести. Итак, у нас тут поступили вопросы от наших читателей. Первый вопрос. Здравствуйте, Айнур Багдатовна. Возможно ли принять участие во втором, в третьем потоке, если был получен отказ по результатам первого потока? Да, в соответствии с правилами отбора, если вы каким-то образом не прошли конкурсный отбор и вам не была, соответственно, присуждена стипендия, то вы не можете участвовать в конкурсном отборе этого года. Вы можете участвовать в следующем году, но не в текущем году. Следующий вопрос. Когда приблизительно будет опубликован список рекомендуемых вузов? Да, вот буквально до 4 мая, я думаю, что вот сегодня-завтра мы сможем дать ответ по списку, да, по утверждению. Можно ли поступить в докторантуру в Российскую Федерацию? Значит, для академических магистратуры, докторантуры и для медицины резидентуры, уважаемые слушатели, безусловное приглашение от принимающей стороны. Главным условием является наличие этого вуза, образовательного учреждения в списке рекомендуемых вузов. Как я отметила, критерии, по которым вы можете ориентироваться по тем или иным вузам, вошедшим в проект списка вузов 2021 года, по тем критериям, то есть наличие вуза в топ-252 или более из 3 мировых академических рейтингов, как QS Times и IRWO. По этим критериям, в соответствии с инструкцией разработки списка рекомендуемых вузов в рамках программы «Булашак», Россия представлена одним вузом, а именно Московским государственным университетом имени Ломоносова, что означает, что в рамках программы «Булашак» в конкурсном отборе по программе «Докторантура» вы можете участвовать, если речь идет о России, только как самостоятельно поступивший на докторантуру Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Айнур Багдатовна. В регионы КАС-тест поедет, так как ряд кандидатов может не успеть сдать его в Астане на первый поток? Спасибо. Да, хороший вопрос. В принципе, сейчас мы переговоры с Национальным центром тестирования ведем. В прошлом году в условиях пандемии мы с поддержки Национального центра тестирования, проведя предварительные опросы по условному количеству потенциальных сдающих КАС-тест, организовывали выездные КАС-тесты, поэтому в этом году мы тоже постараемся такой опросник провести. И если от региона к региону, как вот по аналогии с прошлым годом, количество подтвердивших готовность, то есть невозможность сдавать КАС-тест Нур-Султан, а единственной возможностью будет в своих регионах, и количество минимальное будет превышать 30 человек, мы будем стараться максимально обеспечить выездные КАС-тесты совместно с Национальным центром тестирования. Поэтому, пожалуйста, будьте на связи с управлением организации конкурсных процедур Центра международных программ, как на наших официальных социальных страницах, на нашем официальном сайте. Если такие меры начнут предприниматься, мы сразу будем делать информационные рассылки. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе, Айнур Багдатқызы? Екінші рет магистратураға тапсыруға болады ма, егер бірінші рет Қазақстанда бітірсем?
Магистратураны Қазақстанда бітірсеңіз, болашақ бағдарламасының шеңберінде магистратураға жаңа айтылған талаптарға сәйкес болуыңыз шартымен құжаттарыңызды тапсыруыңызға болады. Ең бастысы, басымды мамандықтар тізіміне енген мамандық бойынша болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орындар тізіміне енген университетке шартсыз негізде түсуіңіз керек. Жалғыз ғана шақыру хатында қабылданатын шарт бұл қаржы мәселесі, яғни оқу төлемақысы бойынша ғана шарт қабылданады. Басқа шарттар шақыру хатында болмауы тиіс. Сонымен қатар маңызды талаптар қатарында бұл мемлекеттік тіл білімі бойынша талап етілетін сертификат Б1 сертификатынан кем болмау керек. Осы да және басқа да құжаттарды жинақтап, құжаттарды тапсырсаңыз болады. Стажировка жайлы бізде тағылымдама жайлы көп сұрақтар келіп жатыр. Соның біреуі, стажировкаға шақыруды қалай аламыз, соны түсіндіріп берсеңіз. Жалпы тағылымдама болсын, басқа бағдарламалар болсын, ең басты талап өз бетімен түскен болу. Яғни жаңа мен атап өттім ғой, ең басты алғы шарт бұл тағылымдама шеңберінде құжат тапсыруға негіз болатын тағылымдама санаттары. Осы жылы шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының шешімімен тағылымдаманың 5 санаты бекітілген. Олар ғалымдар санаты, екінші педагогикалық қызметкерлер, үшінші денсаулық сақтау саласында қызметкерлер, төртінші инженерлік техникалық қызметкерлер және бесінші мемлекеттік қызметкерлер. Осы 5 бағыт өкілінің қызметкері болсаңыз, сіз басымды мамандықтар тізімін қазір біздің сайтқа барып, үміткерлер бөлімінен алып ашып қарасаңыз, сол басымды мамандықтар тізімінің екінші бөлімі тағылымдама шеңберінде оқуға ұсынылған мамандықтар бар. Сол мамандық өзіңіздің жалпы мына негізгі жұмыс бағытыңызға, негізгі білім салаңызға сәйкес мамандығыңызды ішінен тауып, одан кейін болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орындар тізімін қарайсыз. Сол тізім бойынша, мысалға сіз ғалымдар санаты бойынша қатысатын болсаңыз, сол жоғары оқу орындарының қарамағындағы ғылыми орталықтар немесе әлемдік алдыңғы қатардағы ғылыми орталықтарға өзіңіз өз бетіңізбен құжаттарыңызды тапсырып, қабылдаушы тараптың барлық шарттарына сәйкес болсаңыз, олар сізге шартсыз шақыру хатын береді. Сіз сол шартсыз шақыру хатының негізінде болашақ бағдарламасының конкурстық іріктеуіне қатысуға алға тартылған талап етілген құжаттарды жинақтап, 4 мамыр 28 қазан аралығында тапсырып үлгеруіңіз керек. Яғни негізгі талап жаңа 5 санаттың өкілі болу, қолыңызда басымды мамандық бойынша жоғары оқу орындар тізіміне кірген жоғары оқу орнынан шартсыз шақыру хаты негізінде сіз басқа талаптар бойынша құжаттарды жинақтап конкурстық іріктеуге қатыса аласыз. Бұл жерде басымды мамандықтар шеңберінде екі бағыт бойынша ерекшелік бар. Соның ішінде бұл медицина және шығармашылық саласы. Сіз осы екі бағыттың өкілі болып, бұл бағыт жалпы білім беру ошақтарының көп жағдайда алдыңғы қатардағы әлемнің академиялық рейтингтеріне бұл бағыттағы білім беру ұйымдары кірмеу ықтималдығының жоғары болғандықтан, сіз осы екі бағыттың өкілі болып, сізді қабылдаған жоғары оқу орны немесе медициналық ұйым немесе танымал өнер мектебі болашақтың тізімінде болмаған жағдайда, сіздің құжаттарыңыз жұмыс органы, яғни білім және ғылым министрлігі
сізді оқуға немесе өндірістік тәжірибеге тағылымдамаға қабылдаған тараптың сіз таңдаған бағыт бойынша көшбасшылық мәртебесін мамандандырылған рейтингтер арқылы бізге растап, біз сол қорытындыны алғаннан кейін ондай азаматты конкурстық іріктеуге жолдайтын боламыз. Следующий вопрос. Как быть претендентам, у которых на руках приглашение с вуза, которого не оказалось в списке рекомендуемых? Ну, основное условие это наличие вуза в списке рекомендуемых вузов, поэтому это главное основание, это главный пререквизит. Как я уже ранее говорила, главное требование участия в конкурсном отборе на стипендию Болашак с 2020 года – это наличие безусловного приглашения из вуза, входящего в список рекомендуемых вузов в рамках программы Болашак по специальности, вошедшей в перечень приоритетных специальностей. Исключением являются два направления – это медицина и творчество. Значит, если те претенденты этих двух направлений, принимающие стороны которых не вошли в список, то до допуска к конкурсному отбору их документы будут направлены в Министерство образования и науки для получения экспертного заключения на предмет лидерских позиций данных образовательных учреждений в направлении медицины и творчества, что будет являться при подтверждении для нас, администратора программы, к допуску такого претендента к конкурсному отбору. Так, следующий вопрос у нас от наших читателей. Будет ли восстановлена программа бакалавриат по программе Болашак? Да, значит, в принципе, вопрос сейчас обсуждается. Мы в прошлом году получили поручение администрации президента Республики Казахстан о возвращении программы бакалавриат в рамках программы Болашак для ограниченного количества одаренных детей из числа победителей международных олимпиад, а таких мировых олимпиад 6, международная олимпиада по математике, международная олимпиада по физике, международная олимпиада по химии и так далее, 6 их. И вторая категория по возврату бакалавриата – это по тем направлениям, по узким направлениям, по которым подготовка в казахстанских вузах не ведется. В настоящее время возвращение бакалавриата прорабатывается на уровне нормативного сопровождения, а именно в закон об образовании с последующим внесением в правила отбора претендентов на международную стипендию Болашак, утверждаемых постановлением правительства. Поэтому, как только эта работа завершится, мы надеемся, в этом году мы проведем эту работу, и при успешном исходе данного процесса, я думаю, что в следующем году мы сможем реализовать прием, отбор для этих двух категорий в рамках программы бакалавриат. Следите за новостями, и как только подтвердится, вы сможете узнать это через средства массовой информации. У нас поступило несколько вопросов по ограничениям возрастным для прохождения стажировки. Можете об этом рассказать? В целом, в рамках новых правил отбора, утвержденных в 2020 году, возрастных ограничений нет. Но при подаче документов мы, как администратор программы, будем смотреть на возраст претендента, если вопрос задает претендент на стажировку, то есть общий срок обучения и по нему отработка. Если это потенциальный стажер, вы знаете, что общий срок стажировки по правилам отбора не должен превышать 12 месяцев. Если предположить, что у вас стажировка годичная, да, и вы знаете, что по правилам отбора
срок отработки по стажировке составляет 3 года. То есть 1 плюс 4, то есть 1 год стажировки и 3 года отработки. Если вот эти 4 года не переходят в пенсионный возраст, соответственно, вот до этого порога у нас есть основания принять от вас документы. А если вы переходите в пенсионный возраст, соответственно, у администратора программы не будет оснований принять документы. Но в целом возрастных ограничений нет. Келесі сұрақ. Ауылдық елді мекендерден үміткерлер құжат тапсырған кезде IELTS қанша балл болу керек? Жаңа мен атап өткендей, 20 жылдан бастап жалғыз ғана ерекше шартпен қатысатын үміткерлер санаты жалпы конкурс негізінде бұл ауылдық мекендерден қатысатын азаматтар. Оларға қойылатын талаптар жалпы конкурс болғандықтан шет тілі білімі бойынша IELTS сертификатының баламасын алатын болсақ 6-да 0 деңгейінен төмен болмауы керек. Одан кейін білім дипломының орташа балы 2,67 GPA-ден төмен болмауы тиіс. Еңбек өтілімі бойынша талап сол ауылдық мекенде тұрғанын, еңбек еткенін растау үшін құжат тапсыру, болашаққа құжат тапсыру уақытында сол ауылдық мекенде кемінде 3 жыл тұрғандығы және сол құжат тапсыру уақытына сәйкес сол 3 жылдың 2 жылын еңбек өтілімен қамтамасыз еткендігін тиісті құжаттармен растау керек. Жалпы мына құжат қабылдау толығымен электрондық үкімет порталы арқылы жүзеге асырылатындықтан біз мына жеке тұлғалар дерекқоры арқылы көп құжаттарды өзімізде автоматты түрде тексере аламыз. Сондықтан барлық құжаттар шындыққа сәйкес болуын қамтамасыз еткен жөн. Следующий вопрос. Является ли сдача комплексного теста на низкий балл непрохождением на второй тур? Какого теста? Комплексного теста? Первый тур. Да. Первый тур. Значит, первый тур комплексное тестирование состоит из 3 разделов, и итоги, ваши результаты первого тура комплексного тестирования будут учитываться при индивидуальном собеседовании с членами независимой экспертной комиссии. То есть при проведении с вами индивидуального собеседования общая оценка и собеседование, на нее также влияет те результаты, которые вы показали по итогам комплексного тестирования. В соответствии с правилами отбора члены комиссии при подытоживании интервью они учитывают ваши результаты комплексного тестирования. Можете точно сказать, когда дедлайн первого потока, так как результаты уже будут в июне? Да. Значит, поскольку вот я вначале отмечала, с 2020 года в рамках формирования перечня приоритетных специальностей во избежание существующего дисбаланса в сторону гуманитарных, социальных специальностей внедрена ограничительная норма по количественному распределению направлений в разрезе специальностей. Поэтому для справедливого распределения стипендий у нас, получается, май планируется принимать документы, и мы ожидаем, что в мае в основном будут подавать претенденты, самостоятельно поступившие в американские вузы, или те вузы, в том числе, у которых, как и у американских вузов, учеба начинается в середине августа, в конце августа. Поэтому для таких претендентов в мае будет идти прием документов, и в июне ожидается проведение первого потока конкурсного отбора с присуждением стипендий конец июня, начало июля.
Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, для того, чтобы у получивших стипендию была возможность, было время для заключения 2 основополагающих договоров на организацию обучения и залога недвижимого имущества, а также для оформления всех необходимых выездных документов для уже отправки в сроки, утвержденные учебным планом и указанные в безусловном письме приглашения. И следующий вопрос. Я являюсь государственным служащим в сфере спорта. Обязательно ли мне для прохождения стажировки приглашение от иностранных госорганизаций или не обязательно форма собственности? Форма собственности? Да. Приглашающей стороны? Да, приглашающей стороны. Да, вы как государственный служащий, вам также надо удостовериться, что, во-первых, специальность, соответствующая вашей текущей трудовой деятельности, если речь идет о вашем обучении в рамках магистратуры либо докторантуры, вы должны проверить перечень приоритетных специальностей, раздел магистратура, докторантура, а если вы готовитесь к стажировке, то в разделе стажировка. Принимающая сторона вас по вашей специальности, если речь идет об академических программах магистратура и докторантура, обязательно должно быть образовательным учреждением, университетом, вошедшим в список рекомендуемых вузов в рамках программы «Балашах» на 2021 год. Если речь идет о стажировке, то в первую очередь, помимо того, что вы удостоверились, что ваша специальность, если речь идет о стажировке, есть в разделе «Стажировка», что вы соответствуете одной из 5 утвержденных Республиканской комиссией категорий стажировок. Я так предполагаю, что вы можете, если вы работаете в государственном органе, то вы можете претендовать на категорию стажировок государственные служащие. И в этом случае принимающая сторона, в зависимости от того, будет ли это у вас производственная практика, то для стажировок есть норма в соответствии с правилами отбора, где прописано, что принимающая сторона должна быть ведущей зарубежной организацией, являющейся лидером в подготовке по выбранному направлению. То есть, если речь идет о производственной стажировке по вашему направлению, по категории стажировок государственные служащие, и если окажется так, что принимающей стороны в списке рекомендуемых вузов нет, то для допуска вас к конкурсу ваши документы будут направлены в Министерство образования и науки на предмет заключения соответствия принимающей стороны лидерским позициям специализированных рейтингов по подготовке по выбранному вами направлению. Если такое заключение будет положительным, то, соответственно, мы, администратор программы, допустим вас к конкурсу, и вы дальше уже будете принимать в турах отбора. Благодарю за ответ. Келесі сұрақ, ауылдық елді мекендерден шыққан үміткерлер болашақ бағдарламасына тапсырған кезде ауылда жұмыс жасаулары міндетті ме? Мен жаңа атап өткем, құжат тапсыру уақытына сәйкес сіз сол ауылдық мекенде кемінде 3 жыл тұруыңыз керек. Ол 3 жылдың құжат тапсыру уақытына сәйкес кемінде 2 жылын еңбек өтілімен қамтамасыз етуіңіз керек. Можете, пожалуйста, поподробнее рассказать про залог и гарант? Да, для академических программ магистратура, докторантура и для медицины резидентура, для успешно прошедших конкурс и ставших обладателями международной стипендии «Балашах» при заключении договоров, первый договор – это договор на организацию обучения, где прописываются обязательства и требования к сторонам. И второй – это договор залога. Для академических программ магистратура, докторантура, резидентура требуется наличие недвижимости, общая рыночная стоимость которой на момент заключения договора по последней рыночной оценке соответствующими авторизованными на этом рынке организациями должна соответствовать
общим расходам обучения, которое включает в целом tuition fee, то есть расходы по оплате обучения, ежемесячной стипендии в соответствии с утвержденными сроками в письме приглашения и всеми статьями расхода, которые покрываются администратором программы, оформление выездных документов, перелет туда и обратно в один академический год, медицинская страховка, виза, пособие на учебные материалы, то есть общая рыночная стоимость недвижимого имущества на момент заключения договора залога должна покрывать общие расходы, планируемые на обучение. Где не требуется недвижимое имущество? В рамках программы стажировок в этом году для 5 категорий, утвержденных Республиканской комиссией, для таких претендентов, успешно прошедших конкурсный отбор и ставших обладателями стипендий для обучения в рамках стажировок, при заключении договора заключается также договор на организацию обучения с указанием всех условий. При этом в рамках стажировок договор заключается трехсторонний, то есть претендент на стажировку идет от работодателя. Если речь идет о педагогическом работнике, к примеру, возьмем в пример Евразийский национальный университет, по, например, специальности методика, методология в сфере дистанционного образования, то вы должны будете заключить договор стажировки со своим работодателем, то есть трехсторонний. Мы администратор программы, вы стипендиат на стажировку и ваш работодатель, как пример, Евразийский национальный университет. В договоре залога вам не требуется в рамках стажировок предоставлять недвижимое имущество. Здесь вы предоставляете 2 гарантов, физические лица, соответствующие указанным требованиям. Айнур Багдатовна, мы благодарим вас за предоставленную информацию. Друзья, я хотела бы напомнить, что прямой эфир будет сохранен в IGTV у нас на страничке, и по оставшимся вопросам вы можете позвонить в Управление организации конкурсных процедур по следующим номерам: 76 90 82, 76 90 83, 76 90 84. Я желаю каждому претенденту удачи и до новых встреч.